түлкі мен қарға. Ертеде бір құс ормандағы биік ағаштың үстіне ұя салыпты. Ұясында 4 балапаны бар екен. Ұясына отырған құсты түлкі көріп қалады. Ей, құс, маған бір балапанымды берші дейді. Құс ашуланып, бермеймін, жемдігімді басқа жерден іздеп же дейді. Бермесең, онда мына тұрған ағашты шауып жерем дейді. Мына құйрығымды көрдің бе? Бұл жай құйрық деп ойлама, өткір қылыш бар дейді. Оны естіген құс дәретші ұшады. Шаппашы, түлкіжан, саған бір торғайымды берейін, сосын барлығына тисе көрмеші дейді. Бұл түлкіге осы керек еді. Құс балапандарын айырылған соң құлдап жылайды. Сол маңайда оны естіген қарға ұшып келеді. Достым, не үшін жыладың? Қандай бәлеге ұшырадың? деп сұрайды қарға. Жыламағанда қайтейін, балапанымды жеп қойды. Түлкі. Түк түсінбедім. Балапанымды қалай жеп қойды? Өрмелей алмайды ғой ағашқа. Өзім бердім. Түлкі айтты, белінде қылышым бар дейді. Ақым ағай, белінде қылыш емес, құйрығы шығар дейді. Бір күннен кейін келеді. Бір күннен кейін сұрайды балапанды. Бүйтіп айт, мен бермеймін, ағашты құлатсаң құлата бер, мен балапандарымды бермеймін дейді. Келесі күні келеді де түлкі айтады құсқа. Құс, тағы да бір балапанымды бер, әйтпесе ағашты құлатамын дейді. Құлатсаң құлата бер. Өз обалын өзіне ағашты құлатамын деп ары ұрады, бері ұрады, сындыра алмай отырады. Шаршап. Түлкі айтады, бұл ақылды кім үйретті саған? Әлде ақылды қарға үйреткен шығар саған? Жоқ, өзім білемін дейді. Қорғай қарғаны ұстап, жазасын бермесем деп орманға жолға шығады. Арыз дейді, беріз дейді, таба алмайды. Әбден шаршаған түлкі ашық жерге барады да жата қалады. Түлкі төбеден ұшып бара жатқан қарғаны көреді де түлкі өліп қалғандай жата қалады. Қарға оны көреді де, мына түлкіге не болған, өліп қалған ба, көрейінші деп ұшып барып үстіне қонады да түлкі оны ұстап алады да, ұсталдың ба қолыма? Таудың басынан төменге қарай ақтырып жібер, өш алғың кеп тұр ғой дейді. Түлкі оны сазайын бермесем, бүйтіп түлкі құсты таудың басынан шығарады да жүгіріп келіп бар күшіне ақтырып жібереді. Қарға керегі де осы еді. Қарға ұшып келеді да қанатын жай жеріп аспанға ұшып кетеді. Осылайша ақылды қарға түлкіден айласын асырып аман қалады.